Вознесенский Лев Александрович, экономист, публицист, педагог, мемлекет және қоғам қайраткері. 1926 жылы 26 сәуірде Ленинградта дүниеге келді. Ұлы отан соғысына қатысты. 1956 жылы қарашада КСРО мемлекеттік қауіпсіздік министрлігінің жанындағы ерекше мәжіліс шешімімен 58 баптың 1 бөлімінің В пункті бойынша ОСОМ ретінде 8 жылға сотталды. 1950 жылдың 20 қазаны мен 1958 жылдың 20 қазан аралығы. Жазалау мерзімі Песчанлахта өтті. Онда 1950 жылы 13 желтоқсанда Лефортовск түрмесінен әкелінді. 1951 жылы 6 қыркүйекте Кемерово облысындағы Камышлаққа жіберілді. 1953 жылдың наурыз айынан ерекше режимдегі Олжирас лагерінде, кейін Омскіде мұнай өндіретін зауыт құрылысында болды. 1953 жылы 21 желтоқсанда ақталуына байланысты лагерден босатылды. Мәскеу мемлекеттік университетінің экономика факультетін және аспирантурасын бітірген сонда жұмыс істеп, ғылыми жұмыстармен айналысты. Коммунист 1960-1966 жылдар аралығында журналының экономикалық бөлімінде, КОКОП-ОК насихат бөлімі 1966-1968 жылдары, ақпарат бөлімінің ақпараттық насихаттық жұмыс секторында 1968-1974 жылдар аралығында қызмет етті. 1974-1991 жылдары КСРО орталық телевидениесінде елдің ішкі өмірін жөніндегі саяси шолушы болып еңбек етті. 1988 жылы телевидениедегі жұмысымен қатар КСРО министрлер кеңесінің ақпараттық бөлімінде меңгеруші болды. Проблемалар, ізденістер, шешімдер телехабарының негізін қалаушы және жүргізушісі болды. Демократия және жариялықта дамыту мәселелері және елдегі экономикалық саяси проблемалар бойынша 200-ден аса ғылыми еңбектің авторы. Ленин Қазан төңкерісі орденімен құрмет белгісімен 2 рет марапатталды. КСРО журналист одағы жүлдесінің лауреаты.